ағаны Сәулемай, орындайтын Нұрсұлу Атайбекова. Қайырлы кеш, көрермендер, қош келдіңіздер.
Бүгінгі кеште алдарыңызға қаншама жыл ел үшін елдер жоғарғы лауазымды қызмет атқарған оқу ағарту ісінің үздігі Кербұлақ ауданының құрметті азаматы, 20-дан аса әндердің авторы, сазгер, әнші, самал желмен сыбдыр қақса талбасы, сазгер Талғат қанатыңмен талмашы, деп білемін мен өзіңді бүгінгі, ескендір мен әсеттердің жалғасы. Дей отырып, ортаға сіздердің қолдауларыңызбен айтулы азамат, сазгер әнші Талғат Метербайұлы Рамазановты шақырайық. Ассалаумағалейкум, қадірлі Шұбар ауылының тұрғындары. Қалдарыңыз жақсы ма? Ел жұрттарыңыз, бала шағаларыңыз аман болсын. Дендеріңіз сау болсын. Барлық жақсылық сіздердің ауылдарыңызда болсын. Енді бүгінгі мына сіздердің алдында келіп атқандағы біздің мақсатымыз осы ауылдың тумасы, өздеріңіздің бір құрметті азаматтарыңыз Саймасай бауырымыз бенен Раушан жеңгеміздің екеуінің бастауыменен ата-бабамыздың жері, ата-бабамызды еске алып, өзімнің туған ауылымдағы еліме, жұртыма бір кішкентай көңілдерін көтеріп қайтайық. Соған сіздер келіп жаңағы бір-екі ауыз әндеріңізді айтып беріңізші деген қолқасының арқасында келіп жатырмыз. Сондықтан енді бүгінгі концертке келіп, концерт тыңдайын деп келіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Қош келдіңіздер деп айтамыз. Жалпы мынау артта да жазылып тұр, ауылым алтын бесігім. Яғни бүгінгі тақырыптың өзі де соған сәйкес келеді. Ата-бабаны еске алу, ауыл туралы, ауылды еске алу, ауылды мадақтау. Сондықтан әңгімеміздің басын сол әкеден бастайық, анадан бастайық. Қазіргі менің орындауымда тыңдайтын әндеріңіз әке туралы ән, сөзін жазған Назар Қалиевтікі, әні менің өзімдікі, орындайтын мен өзім Талғат Рамазанов.
сөзіне емеренді баяғы барым күнді ойға алам қондырып құс сөзіне емеренді баяғы барым күнді ойға алам. Рахмет. Келесі тыңдайтын әндеріңіз «Ей адамдар, қадірлеңдер ананы» деген ән. Әрине, енді біз өзіміз 60-тан асып кеттік. Мен өз басымның анам өмірден өтіп кетті 18 жылы. Ананың қадірін сау кезінде бала болып, қанша 60-тан ассаң да, қаншадан ассаң да, соның алдында өзіңді баладай сезінеді екенсің. Сондықтан алдында, әлі де ол сенің алдында жүре береді. Өзің көз алдыңда болады дейсің, есептеп, солай жүресің екен. Бірақ бір күні алдыңнан ғайып болған кезде, сол кезде ғана барып, жаңағы анаң туралы есіңе түседі. Сол кезде барып, осы анамды мен тірі кезінде аялай алдым ба? Мен сол кезде оған өзінің қадір қасиетін жаңағы бағалай алдым ба? Қызмет көрсеттім ба? Жағдай жасадым ба? Өкпелетіп қойған жоқпын ба? Деген ойлар көп туады да. Осыдан кейін барып мен ойланып барып, ей адамдар, қадірлеңдер ананы деп, яғни анасы бар ұрпақтарға бір өсиет ретінде ән қалдырайын деп шештім. Сөзі Сәбит Молдахановтікі, әні менің өзімдікі. Қабыл алыңыздар. Жалға
бақытым деп өсірген баланы ей адамдар қадірлеңдер ананы. Туған жер қымбат есімің, алыстап кетсем кешірім, кіндігім саған байланған, ауылым алтын бесігім. Көңілім шіркін өрлейді, жас күнім қайта келмейді. Балалық қылған бұл маңда, ауылдан қайтқым келмейді. Балалық қылған бұл маңда, ауылдан қайтқым келмейді. Бұл күндер қайта оралмас, көз жасты ешкім көрмейді. Сағым боп кеткен сағыныш кеудені кернеп тербейді. Көңілім шіркін өрлейді, жас күнім қайта келмейді. Балалық қылған бұл маңда, ауылдан қайтқым келмейді. Балалық қылған бұл маңда, ауылдан қайтқым келмейді. Әкемнің солған еді, шаңырақ өзге киері. Ана мен әже берісі, босатты көңіл жиеді. Көңілім шіркін өрлейді, жас күнім қайта келмейді. Балалық қылған бұл маңда, ауылдан қайтқым келмейді. Балалық қылған бұл маңда, ауылдан қайтқым келмейді. Ауылдан қайтқым келмейді. Нұрсұлу Атайбекова ортаға шақырайық. Менің сұлуың сен менің деп аталатын әнім. Ән жазған Бостанның Доламалының азаматы Бақыт Қалибек деген азамат. Сөзі менікі. Сұлуымсың сен менің дуэтпіз. Қарсы алыңыздар. Сұлуымсың сен менің, ай мен күннен жаралған, шарласам да жер жүзін, сендей жанды таба алмам.
Елдің мәңгі торығын, сүрінгенде тірегін, шөлдегенде болғанын. Ardından табылған, болшы менің сыңарым. Маңдайыма жазылған, жалғандағы жұмағым. Сенсің айым жұлдызым, сенсің күнім көктегім, сенің сұлу нұр жүзің, көңілімнің көктемі. Сенсің айым жұлдызым, сенсің күнім көктегім, сенің сұлу нұр жүзің, көңілімнің көктемі. Сенсің айым жұлдызым, сенсің күннің көктегі, сенің сұлу нұр жүзің, көңілімнің көктемі. Сенсің айым жұлдызым, сенсің күнім көктегі, сенің сұлу нұр жүзің, көңілімнің көктемі. Рахмет, рахмет. Жусаны жопар, аңқыған белі, шаттықтың күйі, шалқыған түрі. Көркіңнен сұлу айналдым елім, желегін жасыл жайған гүлдерім. Қайдасың қайда сайран күндерім, мақталы күндерім, сағындым сені ауылым менің. Бабадан қалған бақсы мекенім, өзіңе мәңгі тағзым етемін. шуағын көркем шашқан таңдарым, ел жүрер жүрер еске алсам бәрі. Қайдасың қайда сайран күндерім, мақпал түндерім, сағындым сені ауылым менің.
ұлым менің. Рахмет, кетпеңіз. Көйлегімді кеттемейін ба? Жоқ. Көйлегін көрдіңізді ғой, бірінші көйлек. Енді кішкене қызды көйлегін көрсетті. Көңілі орында, арғарай кезекті осы сізге берейік. Сәулем, сәулем, сәулемсің халық әні орындайтын Нұрсұлу Атайбекова. Қабыл алыңыз. Аяғыма кигенім бұлғар етік сәулем-ай, табанымнан барадай ызғар өтіп сәулем-ай. Жақсы болсаң келерсің судан өтіп сәулем-ай, жаман болсаң қаларсың суға кетіп сәулем-ай. Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренісің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң дәуремісің. Ағынан да аманың, көңіл жақсы сәулем-ай, барынан да жаманның, жоғы жақсы сәулем-ай. Бір сөз айтсам жаманға теріс қарар сәулем-ай, қорғасындай маңғыған қайран жақсым сәулем-ай. Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренісің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң дәуремісің. Мен де серік сәулем-ай, сен де серік сәулем-ай. Шын сүймесем көңілімдай, бермес едім сәулем-ай. Құсаңдыған мергендей көл жағалай сәулем-ай, сен болмасаң бұл жерге келмес едім сәулем-ай. Сәулем, сәулем, сәулемсің, басымдағы дәуренісің. Жақсы болсаң сәулемсің, болсаң дәуремісің. Жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әуремісің. Шынарыңнан от жарқ еткен кезде, сезіне қарап ән еткен кезде, сен менің барым, сен менің бағым, бақта болмаспын өмірден өзге, өзіңнен өзге. Ақтаным менің, тәттәнім менің, көңілімдегі бақта гүледің, өзіңе ғана жарасып туған әппағым менің, әппағым менің. Ақтаным менің, тәттәнім менің, көңілімдегі бақта гүледің.
Әппағым менің, әппағым менің, оттағым менің, тәттәнім менің, көңілімдегі бақта гүлдедің, өзіңе ғана жарасып туған, әппағым менің, әппағым менің. Сөздерің сенің лебіз тілекті, жан сарайыма әсем гүлекті, ауыр тірліктен арылып келсем, сезініп жүрмін сәбин жүректі, ғазиз жүректі. Аттаным менің, тәттәнім менің, көңілімдегі бақта гүлдедің, өзіңе ғана жарасып туған, әппағым менің, әппағым менің. Аттаным менің, тәттәнім менің, көңілімдегі бақта гүлдедің, өзіңе ғана жарасып туған, әппағым менің, әппағым менің, өзіңе ғана жарасып туған, әппағым менің, әппағым менің. Бәрекелді. Әнші байларымызға шабалақпен шабыт беріп отырыңыздар. Құрмет қошеметтеріңізді аямай. Келесі орындалатын тамаша ән «Ауылым» әні орындайтын Раушан Сыдықбайқызы. Қарсы алыңыздар. Иесін алсап даланы, сағынып сені барамын, жаныма табан тыныштық, шаршатты суы қаланың. Ауылым алтын бесігім, жүректе мәңгі есімің, арналсын саған әндерім, ауылым сенен кеткенмен, төбінде саған келемін. Ауылым сенен кеткенмен, төбінде саған келемін. Жаныма шуақ беретін, қарманнан тезек беретін, маңдайдан сипап алған намыс, көппенен майын беретін. Ауылым алтын бесігім, жүректе мәңгі есімің, арналсын саған әндерім, ауылым сенен кеткенмен, төбінде саған келемін. Ауылым сенен кеткенмен, төбінде саған келемін. Ауылым алтын бесігім, жүректе мәңгі есімің, арналсын саған әндерім, ауылым сенен кеткенмен, төбінде саған келемін. Ауылым алтын бесігім, жүректе мәңгі есімің, арналсын саған әндерім, ауылым сенен кеткенмен, төбінде саған келемін. Ауылым сенен кеткенмен, төбінде саған келемін. Бәрекелді қошеметтеріңіз Раушан Сыдықбайқызы.
Раушан апай шақырып жатыр. Раушан апай. Бәрекелді, құрмет қошеметтеріңіз. Бәрекелді. Тамаша. Не деген құрмет, не деген қошемет. Шабалақтарыңызды аямай отырыңыздар. Бәрекелді, рахмет. Ал енді қадірменді көрермен, Жетісудың айтыс өнерінің майталманы Айтақын ағамыздың сөзіне жазылған Талғат ағамыздың тамаша әні Жетісуым орындайтын автор. Қарсы алыңыздар. Жетісу жер жамады, жер жұмағы, жеті өзен көркем сұлу көл бұлағы. Алатау асқақтаған хан тәңірмен, арудың бұрымындай бел қорағы. Алакөл айдынымдай, балқашым байлығымдай, ақсу мен қаратауым тулаған тайбурылдай. Қапшағай елленіңде ақсазан майданындай, сарқан мен көксуымның ажарай нұрындай Жетісуым. Қолаңсаз үш қоңырым талғарында, төрген тау жер жетпейді талғамаңа. Бел жайлау кетпенді мен көргендерім, текелі түрлі жеміс аңғарымда. Алакөл айбанымдай, балқашым байлығымдай, ақсу мен қаратауым тулаған тайбурылдай. Қапшағай елленіңде ақсазан майданындай, сарқан мен көксуымның ажарай нұрындай Жетісуым. Арулар ақмаңдайлы арлы болған, намысты бермес сергер мәңгі қолдан. Жетісу тербетілген алтын бесі, төрленген қоты құстай талды қорған. Алакөл айбанымдай, балқашым байлығымдай, ақсу мен қаратауым тулаған тайбурылдай. Қапшағай елленіңде ақсазан майданындай, сарқан мен көксуымның ажарай нұрындай Берді. Келесі орындалатын әніміз Сағыныш деп аталады. Қабыл алыңыздар.
өзімдей мынау тізгіндеп тағдыр бара жатса да үмітім менің үзілмейсің ау тізгіндеп тағдыр бара жатса да үмітім менің үзілмейсің ау жайқалып өскен жауһар гүлімсің көктегі жұлдыз айлы түнімсің жабырқап жүрсем кеште салатым мөп-мөлдір тоным кәусар үнімсің жабырқап жүрсем кеште салатым мөп-мөлдір тоным кәусар үнімсің мөп-мөлдір тоным кәусар үнімсің. Келесі орындалатын ән сол Мейрамбектің сөзіне жазылған «Тағдырыма өкпелемессің» деген ән. Қабыл алыңыздар. Алмасақта жан жүздесе махаббаттан үміт үзбесе ай мен күндей тағдырымыз бар кінә тақтың бекер күзгесе қалдырса да тағдыр елесі көз кінәлі оған демесін жапырақтай үзілсең егер тағдырыңа өкпелемесін не деймін тербеп үнеміз шуағына жарыл түнегі сынығаймен тілдесіп түнде жалғыздықтан мына жүрегім қалдырса да тағдыр елесін күз кінәлі оған демесін жапырақтай үзілсең егер тағдырыңа өкпелемесін. Аққалиде өзіңмен таңып сөндірдің сен сезімнің шамын үлбіреген үмітім сөніп күйік мұңға оранды жаным қалдырса да тағдыр елесін көз кінәлі оған демесін жапырақтай үзілсең егер тағдырыңа өкпелемесін. Қалдырса да
әлі оған демессің, жапырақтай үзілсең егер, тағдырыңа өкпелемесің. Өткен күннің ұмытшы бәрін, арайланып атады таңым, көңіліңе ұялаған күн, көктемге айналды жалын. Бәрекелді. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Концерт ұнап жатыр ма сіздерге? Олай болатын болса, орталарыңызға осы ағаларымызды, апайларымызды біздің ауылымызға алып келіп отырған Саймасай ағамызды сіздердің құрмет қошеметтеріңізбенен ортамызға шақырайық. Аға, келіңіз. Қадірменді ағайын, туыс, бауырлар, жерлестер, біз енді бүгін мен өте қуаныштымын осы сіздердің орталарыңызға кеп, Талғат бауырым, Нұрсұлу қарындас, өзім жан жарым бәрін ұйымдастырып, біз енді биыл Раушан екеуміз ата-анамызға арнап ас бердік. 30 жыл болды, 25 жыл, 20 жыл болды өмірден өткендеріне. Енді сол ауылда, өзіміздің 10 жас ауылында бір не салып жатыр еді жігіттер, сол бітпей қалды. Біз өз негіз сол жерге ас өткізіп, астан кейін жақсылап әке анамызға арналған бір сіздерге басқа да құрмет көрсетеміз деп ойлағанбыз. Оған бітпегеннен кейін биыл өзіміз қалада өткіздік. Енді мынау жыл бітіп бара жатыр. Жылдың аяғында сіздерге де келіп, өзіміздің атымыздан ата бабам мекен еткен ауылым деген қайырымдылық сіздерге осылай мерекелік шағын өзіміздің немізді алып келдік, ән күйімізді бүгін. Енді сіздерге көп рахмет. Енді биыл жыл аяқталып бара жатыр, келесі жыл келе жатыр. Енді біздің ата-аналарымыз, Раушан екеуміздің осы жерде біздің 10 жас Көксай, 5 жылдық Қаракемер деген ауылдарында осы сіздердің аталарыңыз, апаларыңыз лармен бәрі бірігіп осы ауылда қызмет жасаған. Енді ауылда мысалы 10 жас шақта Батқал аталарымыз бар, Шүкір аталарымыз бар. Сондай үлкен кісілерменен Қаракемерде Тұрсын атамыз бар, Жусанбай аталарымыз бар. Сондай кісілер бар, енді мен бәрін айтып жатпай қойын. Сондай біздің ата-анамыз сол кісілермен бірге тұрып, бірге жұмыс атқарып, сіздердің орталарыңызда болған. Міне ортамызда қазір үлкен 90-ға таяқтаған Ауғали ағамыз отыр. Біз бала кезімізде осы кісімен талай ауылда доп теуіп, осы кісінің үйінен қайрат ойнағанда телевизорына барып, бәріміз бүткіл ауыл болып сол футболды көретінбіз. Сол ағамызда мен 90-да алқымдап қалды. Біз өзіміз 70-ке таяп қалдық. Сондықтан өмірден еткен ата-бабаларымыздың жатқан жері торқа болсын. Мынау өсіп келе жатқан келешек ұрпақ, сіздер аман есен болыңыздар. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Биылғы қуаныш бар, қайғыларыңыз бар, бәрі осы жылмен қалсын. Келесі жылда тек қана қуанышта, той-думанда кездесе берейік. Көп рахмет. Сіздерге рахметімізді айтамыз. Келесі тыңдайтын әндеріңіз «Аңсайсың ба» деп аталады. Бұл әннің сөзін жазған адамның кім екенін білесіздер ме? Бұл әннің сөзін жазған өздеріңіздің ауылдарыңыздың келіні,
жаңа Нұрсұлу Атайбекова аңсайсың ба деп сөз жазады да маған ән жаз дейді. Сонымен мен ән жаздым, екеуміз дуэтті орындаймыз. Екінші көйлек. Сана. Кеттік. Төгілген шуағыңмен сен маған арай нұрсың, осының бәрін сезіп сағынбай қалай жүрсің. Ақынның жүрегінен туатын жыры бақыт, сен мені ойлайсың ба, жаным ау бір уақыт. Ақынның жүрегінен туатын жыры бақыт, сен мені ойлайсың ба, жаным ау бір уақыт. Байқашы тасып тұрған бойдағы құшағымды, сен әлде аңсайсың ба ап-ыстық құшағымды. Ақынның жүрегінен туатын жыры бақыт, сен мені ойлайсың ба, жаным ау бір уақыт. Аймалап сүйер еді көзіңнен тостағандай. Ақынның жүрегінен туатын жыры бақыт, сен мені ойлайсың ба, жаным ау бір уақыт. Ақынның жүрегінен туатын жыры бақыт, сен мені ойлайсың ба, жаным ау бір уақыт. Жаным ау бір уақыт. Тыңдайтындарыңыз қиялдағы сезім.
алмайды жаным, сүйе алмайды, сүйе алмайды жаным, сүйе алмайды. Қаламалы қолыма жазамын хат, өзім арзан болсам да сөзім қымбат бейуайдай. Бекер қарап отырған жараспайды, қар өлеңмен айтайын нәз насихат бейуайдай. Былтырғымен биылай, қолда жоқтың қиынай, ұстараның жүзіне аударылған дүние-ай. Жүруші едік той-тойлай, торғын белбеу бір байлай, әді іздеп келгенде сөйлесе едің қайлай. Қалам алсам қолыма қарысады, бәсекемен қош жүйрік жарысады бейуайдай. Жүйрік жайын не көрбім білмеушімен, біреу озып біреуі қалысады бейуайдай. Былтырғымен биылай, қолда жоқтың қиынай, ұстараның жүзіне аударылған дүние-ай. Жүруші едік той-тойлай, торғын белбеу бір байлай, әді іздеп келгенде сөйлесе едің қайлай. Былтырғымен биылай, қолда жоқтың қиынай, ұстараның жүзіне аударылған дүние-ай. Жүруші едік той-тойлай, торғын үлкеннен алдық үлгіні, келінде болып, анада болып, әжеде болып үлгердім. Бәріңе алғыс, бәріңе шүкір, жаратқан берген күндерді. Бәріңе алғыс, бәріңе шүкір, Құдайым берген күндерді. Атамның жырын, апамның мұңын, бала кезімнен ұққанмын. Ыстаның қызы, картошканың жері, қара кемер деген жұрттанмын. Келінде болып, анада болып, әжеде болып үлгердім. Бәріңе алғыс, бәріңе шүкір, жаратқан берген күндерді. Бәріңе алғыс, бәріңе шүкір, Құдайым берген күндерді.
Масқарым, інім дастаным, өмір бастауым бөлегім. Ауылдастарым, бауырдастарым, бәріңді жақсы көремін. Келінде болып, анада болып, әжеде болып үлгердім. Бәріңе шүкір, бәріңе алғыс, жаратқан берген күндерді. Бәріңе шүкір, бәріңе алғыс, Құдайым берген күндерді. Бәріңе шүкір, бәріңе алғыс, жаратқан берген күндерді. Раушан Сыдықбайқызы, рахмет, құрмет қошеметтеріңізге. Киелі Күреңбел өңірінің болашағынан үлкен үміт күттірген жас ақыны Мейрамбек ініміздің сөзіне жазылған Талғат ағамыздың тамаша әні «Ерке маралым» орындайтын автор. Қарсы алыңыздар. Құлпырған ерке маралым, күннен де тонық жамарым, ақ маңдай арай көркіңнен үзіліп неге қарадым. Нәп-нәзік гүлі ғаламның, сиқырлы үні ғаламның, көркемім жалғыз сен дедің, ақ періштесі адамның. Алтыннан қымбат бағалым, өзіңе таңдай қағамым, керіп ап жұлдыз аспаннан, ал қағып саған тағамым. Нәп-нәзік гүлі ғаламның, сиқырлы үні ғаламның, көркемім жалғыз сен дедің, ақ періштесі адамның. Өтпеткен сенің самалың, тербейді төрін самалың, өзіңді ойлап әдемі, әніме әсем салам. Нәп-нәзік гүлі ғаламның, сиқырлы үні ғаламның, көркемім жалғыз сен дедің, ақ періштесі адамның. Көркемім жалғыз сен дедің, ақ періштесі адамның. Рахмет. Тағы да Мейрамбек Олжабектің сөзіне жазылған «Еркелеген елігім» деген ән тыңдаңыздар.
айдан сұлу сенсің қарағым, еркелеген елігім, түннен тұнық сенің жанарың. Қара түнде көз өлмейді, бір үміт бар үзілмейді. Алты құрлық аспамасы бола алады өзіңдейкі. Еркелеген елігім, айдан сұлу сенсің қарағым, еркелеген елігім, түннен тұнық сенің жанарың. Шуақ шашқан таңымда сен, сүймесем мен сағынбас ем. Еркелеген елігім-ау, жүрші мәңгі жанымда сен. Еркелеген елігім, айдан сұлу сенсің қарағым, еркелеген елігім, түннен тұнық сенің жанарың. Еркелеген елігім, айдан сұлу сенсің қарағым, еркелеген елігім, түннен тұнық сенің жанарың. Рахмет көптен көп. Дос туған жерден гүл іздейді, күндерін құштарынан бір үзбейді. Келесің гүл боп еркем көз алдыма, өзіңді мен іздемей кім іздейді. Арына махаббаттың шырай керек, шын сүйген азабын ашығайды көп. Ән айтам арнап саған мұңайма деп, әдем-ау мені сүйсең мұңайма деп. Арманымның нұры, ақындықтың сары, жүрегімнің жары, әдем-ау көңілімнің сазы, өмірімнің жазы. Қайда жүрсің әдем-ау, өзің ғой өміріме сән бергенде, дүниеде саған ару тең келген бе. Сәулем-ау сен келесің көз алдыма, аққайың самал желмен тербелгенде. Жас жаным сен аңсамай төз алар ма, өзгелер сені мендей сез алар ма. Ақ толқын жағалауға асыққанда, айым-ау сен келесің көз алдыма. Арманымның нұры, ақындықтың сары, жүрегімнің жары, әдем-ау көңілімнің сазы, өмірімнің жазы. Қайда жүрсің әдем-ау.
Armanımның нұры, ақындықтың сары, жүрегімнің жары дем-ау, көңілімнің сазы, өмірімнің жазы, қайда жүрсің әдем-ау, арманымның нұры, ақындықтың сары, жүрегімнің жары дем-ау, көңілімнің сазы, өмірімнің жазы, қайда жүрсің әдем-ау. Рахмет. Енді сіздерден білгім кеп тұр. Ескендірден садаға кет дегендеріңіз сол қолдарыңызды көтеріңіздерші. Мәссаған. Охо. Ондай болатын болса, Ескендірге ұқсайсың, тура сол сияқты ән айта аласың дегендеріңіз. Екі қолдарыңызды бірақ көтеріңіздер. Кеттік, шапалақтайын. Рахмет. Көп рахмет. Бәрекелді Талғат аға, көптен көп рахмет. Ал енді қадірменді ағайын, құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәттігі көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй деп қазақтың ұлы ойшылы Абай атамыз кезінде айтып өткен екен. Сондықтан да ақжаулық аналарымызға қанша ән, қанша жыр арнасақ та ол еш артық емес. Өйткені пайғамбарымыздың өзі кезінде жұмақтың кілті қайда деп сахабалары сұраған кезде айтқан екен: анаңа жақсылық жасай бер, анаңа жақсылық жасай бер, анаңа жақсылық жасай бер, содан кейін әкеңе деген екен. Өйткені жұмақтың қақпасының кілті ананың табанының астында деген екен. Сондықтан да осында топырағынан май шыққан киелі күреңбел өң, сонау жер жанаты Жетісудың төрінен Талдықорған қаласынан небір қонақтарымыз келіп отыр. Ән сүйер қауым келіп отыр екен. Сондықтан да біз енді осы Шұбар ауылдық мәдениет ошағының жанынан құрылған үштік, яғни трио, Ардақ Асқарқызы және Эдуард Михайлұлы үшеуміздің, Ғафу Қайырбеков ағамыздың сөзіне жазылған қазақтың бір туар азаматы, шоқ жұлдызы, қазақ вальсінің королі Шәмші ағамыздың әні «Ана туралы жыр» деген тамаша ән сіздерге арнайық. Осында отырған барша аналар қауымы, рахмет сіздерге. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен берген құстардың қанатын самғаған, сәбилі құштарым өзіңе көзіммен танимын, есейіп кетсем де мен саған сәлемім, көңілімді көктем де көзіммен танимын.
нам светерать, юность я готов к твоим ногам нести. Жаль, для тебя не смог солнце достать, прости. Лаской своей любви грела всю жизнь меня, свежие, как сады, твои объятия. Зрел я, но для тебя взрослым еще не стал. Радость и грусть всегда я по глазам читал. Зрел я, но для тебя взрослым еще не стал. Радость и грусть всегда я по глазам читал. Гөр қанағат әзірге берерім, балалық махаббат, балалық жүрегім. Ол риза анашым, қолдағы осы бар, өзіңе арнаған әнімді қосып ал. Әлмире аяулап өсірген жемісім, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есінеп келсем де мен саған сәлемім, көңіліңді көктем де өзіңнен танимын. Есінеп келсем де мен саған сәлемім, көңіліңді көктем де өзіңнен танимын. Рахмет. Ал енді келесі тыңдайтын тағы да бір тамаша әндеріңіз әрине Раушан Сыдықбайқызы апайымыздың орындауында «Менің анам». Қарсы алыңыздар. Ағарған самай шашыңнан алдыңда ана басырдым, бөпеңнің тербеп бесігін, әкемнің даңқын асырдың. Елеусіз емес ешбір күн, кем қылмай елден өсірдің. Жақсымыз болса жар салып, қатеміз болса кешірдің. Қашанда балаң қарыздар саған, жер бетіндегі ең сұлу адам, ол менің анам. Ботам деп әр кез үн қатқан, көтерген жүрегімің батпан. Алтыннан биік қадірің, өсірген мені құндақтан. Көздерін ашқан бұлақтың, сәулесі сөнбес шырақтың. Жайқалып ана жүре бер, есік
келді, құрмет қошеметтеріңіз. Келесі орындалар тамаша ән, халық әні «Әппақ қурай» орындайтын Нұрсұлу Атайбекова. Үшінші көйлегімді көрсетуге шықтық. Алдарыңызға енді Талғат Рамазановты шақырайық. Қайда кетіп барасыз? Сіз тұрыңыз, бері қарай. Бер таман келіңіз. Енді тағы бір ән орындайық. Ол әнді орындамас бұрын мен бір кішкентай әңгіме айтайын деп тұрмын. Мынау жаңағы Раушан осы ауылдың келіні, осы ауылдың қызы. Сіздер осы олай болмайды. Өздеріңіз қыздарыңызға беріп жатсыздар. Ондай болатын болса, жерде екінші ретте менің де жаңағы желілесім отыр жерде. Осы сол желінесіме арнап, бүгінгі осы концерттегі ең бір күшті әндердің біреуі. Сенім шырағы деген Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Ержан Белғазиевтің әні Сенім шырағы. Үшінші көйлекпенен Нұрсұлу. Кеттік. Sen izledim talay göz
мен ертеймін мен сені жаным көргенде. Оттап жанып нұрдай ойнап жаздай жайнап көңілде. Гүлсіз бақша нұрсыз аспан сенсіз өмір өмірме. Сен қанатың, өмір қымбат не деген. Жүрегіме қонатын, шуағыңа бөленем. Бірге барам қияға, алған беттен жаңылмай. Бірге қонам қияға, бақытымның таңындай. Жалын барда, әнім барда кеудемде. Елдеймін мен, ертеймін мен сені жаным көргенде. Оттап жанып нұрдай ойнап жаздай жайнап көңілде. Гүлсіз бақша нұрсыз аспан сенсіз өмір өмірме. Жаным барда, әнім барда кеудемде. Елдеймін мен, ертеймін мен сені жаным көргенде. Оттап жанып нұрдай ойнап жаздай жайнап көңілде. Гүлсіз бақша нұрсыз аспан сенсіз өмір өмірме. Рахмет. Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, журналистер одағының мүшесі Сайлаубай Тойлыбаев деген Ескелді ауданының құрметті азаматы, Алматы облысының құрметті азаматы, сол кісінің сөзіне жазылған Мәңгілік ел деген әнім осында қабыл алыңыздар. Мынау бодандықтан зорлықтан, тәуелсіздік таңым атты сондықтан. Ата бабам жерін сақтап бүгінде, қазақ елі мәңгілік ел орныққан. Алашымның астанасы байрақты, бұлбұл қоса бақтарында сайрапты. Ұрпағы бар күш-жігер қайратты, қазақ елі мәңгілік ел айбатты. Ұрпағы бар күш-жігер қайратты, қазақ елі мәңгілік ел айбатты. Алтын күміс қазыналы жақұтты, жерде бой жеңіп жүрген уақытты. Сақтай білген тыныштығын халықтың, қазақ елі мәңгілік ел айбатты. Алашымның астанасы байрақты, бұлбұл қоса бақтарында сайрапты. Ұрпағы бар күш-жігер қайратты,
Қазақ елі мәңгілік ел айбаты, ұрпағы бар көшігері қайраты. Қазақ елі мәңгілік ел айбаты. Тәңірімнен тілейтінім жасай гөр, өшірмейді өз тарихын жасайды, желбіретіп көк туыңды көгімде. Қазақ елі мәңгілік ел жасай бер, Алашамның астанасы байрақты, бұлбұл қоса бақтарымда сайрапты. Ұрпағы бар көшігері қайраты. Қазақ елі мәңгілік ел айбаты, ұрпағы бар көшігері қайраты. Қазақ елі мәңгілік ел айбаты. Ағайын туыс жерлестер, мына бүгін енді біздің азын-аулақ сіздердің алдыңызда қайырымдылық берген мереке. Сондықтан мен осы Тәкең бар, Нұрсұлу бар, өзім жан-жарым бар, мына санат бастаған ауылдық мәдениет үйі, бөлімі, аудандық, облыстық қуаныш деген ініме осы бәр жігіттер бірге қосылып бізді қолдап, осылай өткізіп атқан сіздердің алдағыңыздағы біздің мерекелік кешіміз аяқталды. Сондықтан сіздерге көп-көп рахмет. Аман болыңыздар, келесі кездескенше. Бәрлеріңіздің үйлеріңізде келесі жылы той думан жақсы болсын, балаларыңыз өсіп, немере шөбере сүйе беріңіздер. Сіздерге де көп-көп рахмет. Бәр жақ тілеймін. Енді ініміз Айдынға сөз берейік. Бәрекелді. Мен де соны айтқым келіп тұреді. Ауылымыздың азаматы Айдын ағамызды ордамызға әрине сіздердің құрмет қошеметтеріңізбенен шақырайық. Кеш жарық, құрметті қонақтар, ауылдастарым, міне бүгінгі біздің осы үлкен мәдениет үйіміздің төрінде сахнасына ағамыз бен тәтеміз осы көшті бастап кеп, ауылымыздың бір кеуінен той думан жасап жатыр. Баршаларыңызды қошеметтеп келгендеріңізге көп рахмет. Мына келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын. Жаңа жылда жақсылық, берекеге жетейік. Енді айтайын деген осыдан 2 күн бұрын осы Кең сарайымыздың 1 жылдық мерекесі болған. Осы мерекенің басшысы біздің өзіміздің азамат Санат Құдайбергенұлы. Осы кісілердің мерекелеріне құт береке деп, осы өзіміздің атымыздан бір кішкентай сыйлығымыз бар еді. Сәке, мынау енді сіздің шаңыраққа бізден бір құрмет не? Мынау енді бір стенаңызға іліп қойып, осы бізді еске алып жүріңіз. Сәке, енді биіктен көріне беріңіздер, бұл кісілердің еңбегі зор. 1 жылда осы ауылымыздың кішкентай бүлдіршіндерін шетелге жеткізген, әрдайым биіктен көріне беріңіздер. Ал екіншіде мына бүгінгі көшті басқап келіп жатқан менің ағам менен тәтем, баршаңыз білесіздер, бұл кісілер менің туған нағашыларым, Саймасай көкем мен Раушан тәтем.
Ұлықсат болса енді ауылға келіп жатқан кезде ат мінгізіп шапан жауып жатады дейді. Ұлықсат болса осы сіздердің алдарыңызда осы кісілерге шапан жаууға рұқсат етіңіздер. Ай, бәрекелді. Құрмет қошеметтеріңіз. Конечно. Ал енді мынау 70 жастан секіріп, 80 жастан секіріп, 90 жастан тоқтамай 100 жасаңыздар, әрдайым келе берсін. Енді бүгінгі осы сахнамыз осы кісілерге қолпаштап өнер көрсетіп жатқан өзіміздің бауырымыз, Талғат бауырым, жеңгеміз кеп өте керемет нетіп жатыр. Сіздерге мың алғыс. Біздің ағаларымыз қосатып жатқан сіздердің неңізге. Енді біздің әулеттен шаңыраққа кеп құтты қонағы болып қайтыңыздар. Баршаларыңызға рахмет, жақсылық мерекеде кездесуге нәсіп етсін. Ал енді Талғат аға, осындай біздің кішкентай ғана мәдениет ошағына келіп, тамаша өнер көрсеткеніңіз үшін сізге мыңда бір алғыс. Отбасыңыз аман, деніңіз сау болсын. Осылай қашында сахнаның төрінде халықтың алғысын алып, қошеметіне бөленіп жүре беріңіздер. Енді Айдын ағамыз айтып қалды да, енді бұл кісілер осындай біздің кішкентай ауылымыздың осындай бір мәдениет үйіне келіп ән салып жатқан кезде менің атымнан да осы қонақтарымызға бір ән жолдап берсеңіздер деген ниет білдірген еді. Олай болатын болса сіздерді орындарыңызға шығарып салайық, әдемілеп тұрып бір енді біздің бір ән тыңдаңыздар. Рахмет сіздерге. Бір минут тұра тұрыңыздар, сөзсізді бір кісіге. Мынау енді қарты жоқ ауыл болмайды дейді. Біздің де ауылымыздың қартымыз, ақсақалдарымыз бар. Осы ауылдың бір қарты атамыз отыр осы жерде. Міне 85 жасқа келген Ауғали ағамыздың бір батасын алып қайтыңыздар. Рұқсат болса, аға бір батаңызды беріп жіберіңіз. Құдай, мынау мен енді айтайын бір-екі ауыз сөзім. Мынау деканның төрі осындай қуаныш әкелгенге өздерің куәлісіңдер, қалай тамаша болды. Ал енді осы төрінде тұрып, мен де бір екі ауыз батамды берейін. Құдай, жарылқа, жанды қыл, есірке, тең құрбаның алды қыл. Жақсылармен жанастыр, жамандықтан адастыр. Өсейін деген жан бер, өріс тола мал бер. Не тілесе тілегін қабыл алып, жорыққанда жолы болсын, Қыдыр бабам досы болсын. Жаратқан ем, мына деканның төрінде айналайын жұртым, бақ берсін басыңа. Қайда жүрсең де жүрген жолың жарқын болсын алдыңда. Арманының өзі, қарсы алдынышы, қолын берсін өзіңе. Шаңғырақтарың шуақты болсын, төрлерің толсын сабысқа, дастарханнан дән кетпесін. Айналайын жұртым, көңіліңнен әлдилеген шамшының ұранымен әні кетпесін. Жақсылықтың төрін берсін. Қара жердің нәрін берсін. Асқар таудың сәнін берсін. Көк аспанның көркін берсін. Жаратқан ем қолдай көр. Ал енді мына болашағымыз өсіп өніп, айналайын балапандарым. Оң жағыңа қарасаң, алтынан терек жайнасын. Сол жағыңа қарасаң, күмістен гүлдер құлпырсын. Еш жаманшылық болмасын. Аман болсын, мал басың, денсаулықтарың зор болсын. Жастарыңа жас қосылып, өмірлерің ұзақ болсын. Жаратқан ем, болашақ, келешек болашақ аналарымызға алдында бесігі болсын. Ұлдарымыздың қойда сұлдан сұлы қызарлы жары болсын. Жаратқан ем, мінгені астына құлынды бие болсын. Төрт тілегім малға тосын, арпа бидай қаңбасына тосын. Береке бірлігін беріп, соғын
seni reyti kelip dursun. El yaratkan yem, el yurtum aman bolsun. Koy üstüne yumurtkalaytın zaman bolsun. Yeğmendimiz мәңгілік болсын, шекарамыз берік болсын. Мынау қалай айтсам екен. Алла Тағала, ек қолым созамын, алақаным жаямын. Алла Тағала, алақаным өзіне наумайын деп тілеп, осы алақаныма берігер деп Алланы тілейін. Ер жұртыма берігер деп. Аманат деген жарлық қазақ жұртына жар болсын. Әумин ата айтқаныңыз. Әумин аға, осы батадан кейін точно 100 жасайсыздар. Рахмет. Тосамын әр хатымды, сағындым алма бағы, арайлы алматымды, сағындым ақ күнді, сағындым ақ гүлімді, алматым сыйладың сен, шабытты шаттығымды. Шабытты шаттығымды, шабытты шаттығымды. Горы снега, мудрый ты, как Аксака, юности наши прича, город мой Алмата. Вижу во сне, как тебе плещет фонтанов вода. Сердцем стремлюсь я к тебе, город мой Алмата. Город мой Алмата. Город мой Алмата. Астананы, сағындым жастар әнін, сағындым шыңдарында, Алатау асқаралы. Ғашықпын жауыныңа, талпынған тауылына, сағынып жетем саған, бас мені бауырыңа. Бас мені бауырыңа. Бас мені бауырыңа. Бас мені Рахмет. Баршаларыңызға көптен көп рахмет. Көпшілік қауымның
сұрауы бойынша біздің өзіміздің тағы да бір трионың керемет әнін қабыл алыңыздар. Өздеріңіздің замандарыңыздағы «Прекрасная далека» әні сіздер үшін. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока, прекрасная далека, прекрасная далека, я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделаю я? Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока, прекрасная далека, прекрасная далека, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока, прекрасная далека, прекрасная далека, я начинаю путь. Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко, Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока, прекрасная далека, прекрасная далека, я начинаю путь. прекрасная далека. Я начинаю путь. Рахмет.